Сәлем достар, мен өзім тұрып жатқан Шымкент қаласының кейбір көшелеріне экскурсия жасайтын боламын. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Видео 22 қараша күні түсірілген болатын. Біз қазір Мәншік Мәметова көшесінен Ақпан Батыр көшесіне қарай бұрылдық. Мына жерде монша орналасқан емдік сауықтыру комплексі. Қараша айының соң жағы, яғни қыс айы жақындап кетіп қалды. Күн салқындап, сол күні жаңбырлы болатын тұғын. Мына жерде балалар бақшасы орналасқан. Ақпан Батыр көшесінен Нәделі Қожа көшесіне қарай бұрылдық. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер және қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сол кезде сіздер бірінші болып салып отыратын видеомды көріп отыратын боласыздар. Өзіміз тұрып жатқан Шымкент қаласының небір көрікті жерлерін, әсем жерлерін салатын боламын. Алла қаласа, сол үшін тіркеліп қойыңыздар. Және де мен негізі фудблогермін. Барлық тағам түрлері, салаттар, балалар тағамдары және шетел тағамдарынан рецепттер салатын боламын. Осы жерде Қажымұқан атындағы орталық стадион орналасқан.
Қожанов көшесіне бұрылып жатырмыз. Оныншы маршрут жүреді екен. Және 61-ші маршрут. Сол жағымызда Кәусар шайханасы орналасқан. Оң жақта дәмді ұлттық тағамдарымен белгілі Түркістан кафесі. Сол жағымызда Автонұр базары орналасқан. Әл-Фараби көшесінің бойымен келе жатырмыз. Оңға қарай бұрылдық. Ақбозат автомаркеті, Бәйдібек би көшесінде келе жатырмыз. Күздің соңғы айы болғанмен, сіздер байқасаңыздар, көшелерде әлі роза гүлдер гүлдеп тұр. Қандай әдемі.
Оң жағымызда төрт қазан, ұлттық тағамдар орталығы және самсаның түрлері. Бұл жерде өзбек халқының ұлттық самсаларының бірнеше түрлері сатылады екен. Оң жағымызда Сарыбай Досжанов көшесі. Ыстықтай тандырдан шыққан нандар сатылады екен және Береке кафесі орналасқан. Біз қайтадан Әл-Фараби көшесіне түстік. Тоғызыншы маршрут. Біз қазір Қожанов көшесінде келе жатырмыз. Алдымызда оң жағымызда Алпысбаев көшесі. Бұл жермен 12-ші маршрут жүреді екен. Оң жағымызда Құрбан кафесі орналасқан екен. Енді Автонұр базары бізде оң жағымызда. Темірлан тас жолының бойымен келе жатырмыз. Оң жағымызда Асқаров көшесі, онда опера және балет театры орналасқан.
жақта Бейбітшілік көшесі, сол жақта желтоқсан көшесі орналасқан. Бұл көшемен 57 және 10 маршруттарда жүреді екен, және де осы көше бір бағытқа ғана арналған. Қарама-қарсы тек маршруттарға ғана рұқсат. Каналыма жазылып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Сондай-ақ 6 және 17 маршруттар жүреді екен. Оң жағымызда Айдана Плаза қонақ үйі орналасқан. Біз Ильяева көшесіне бұрылдық. Бұл көшеде екі жағы да дүкендерге толы, киімдер, әр түрлі керекті нәрселердің барлығы сатылады екен. Біз қазір Қожанов көшесінде келе жатырмыз. Оң жақта және сол жақта желтоқсан көшелері орналасқан. Желтоқсан көшесіне қарай бұрылып жатырмыз. Оң жағымызда Абай паркі, яғни Абай саябағы. Өте әдемі, керемет саябақ. Біз қазір желтоқсан көшесіне бұрылып жатырмыз. Назар аударғандарыңызға рахмет. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болыңыздар.